мен сізге құлақ деген жоқпын. Ана басында жазған ба мына жерде куәлігіңіздің екі жағын түсіріңіз дедім, иә? Құлақ деп жазған жоқпын мен сізге. Сосын электронный почта дедім. Сосын кейін болды. Куәлік дедім. Удостоверение личность куәлік. Қазақшасы куәлік қой. Сіз құлақ деп оқыған шығарсыз. Маған құлақ керек жоқ. Мен жазғам ғой андай текстпен. Куәлігіңіздің копиясын түсіріңіз, соны жіберіңіз деп. Ол, наверное, асығыс құлақ деп маған қайта-қайта екі құлағының артын салады да жібереді. Сосын мен айтым, құлағыңызға мен біледім, сіздің құлағыңызға не болған, бір жер құлағыңызды ауырма десем, жоқ дейді. Не құлағыңыз